жасамақшы. Ал ол бүгінгі қонағымыз қаламыздың белді азаматы, Отан соғысының ардагері Күреңкеев Ескендір атамызды Ұлы кешке сенген күн, фашистерді жеңген күн, ағаларға ерген күн, бақыт күлін терген күн, деп ақын қадырмырза жырлағандай, бақыт күлін терген күн атты ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Әшетан, бүгін менен бақытты адам жоқ. Мұна жаңа бірдің баспадағы дәрігер болып бастағым келеді. О, құлыным, талабыңа нұр жаусын. Арманыңа жет балам. Дәрігер болып, еліңе адал қызмет ет. Тыңдаңыздар. Сөйлеп тұрған Москва. Бүгін таңертеңгі сағат 4-те неміс фашистері Германия мен Совет одағының арасындағы шабуыл жасамау туралы шартты опасыздықпен бұзды. Біздің еліміздің территориясына бұзып кірді. Соғыс, соғыс. Әші, оны не соғыс деген? О, балам, ағаларың, әкелерің, өз елін қорғау үшін соғысқа аттанады. Аттан әке! Ол қазір аттанады. Жауынгердің рөлін атқарады. Неге бізге үнсіз тезіресің? Аттан әке, жолынан кешігесің. Кеудесінде жаны бар пақырларың, тауып жейді, сенсіз де өсіресің. Тыңда, балам, тыңда. Күнім, қолға жара болғана, кәрі анам, сәби үнің, барлығы саған аманат. Жүратсын аман жерінен, көрісін туған елінен, келін ау, көздей қалтаға, топырақ салып жібер. Кебен кенен өледі, кебенен кеген келеді, үлкен үйден дәм татса, кешікпейді келеді. Отан ана жылағында шерсеніп, тамшылмастан төгедекен жерге болып, қара бұлтты қаршалайық деді де, қолдарына қару алды ерленіп. Бұл торнады аспанды, қара жер қанға ластанды, зеңбілік атып жан-жақтан, осылай соғыс басталды. Жабадар дала ортасындағы қайғы, шын қайғы жас кәрге қарамайды. Қып-қызыл көздің бетін сұлқылдаған, аққулар қанатымен сабалайды. Толданып, лайланып, тасқын әні, сай-сайды тастармен бастырады. Серкілден жеркілдеген қамыс құрап, өкіріп өзен басын тосқырады. Найзағай жиі-жиі шақпақталып, майданға азаматтар жаттаттанып, ежелден біздің елдің рухы асқақ, сенімін қалды сонда сақтап қалып, алар жол сыбағасын оңбай бізден, шығамыз соңғы күшпен соңғай бірмен, қорғаймыз байтақ елді, өйткені оны әр ұрпақ өз тұсында қорғай білген. Соғыс деген қайдан келді? Авторы кім алғашқы? Ертіс адам, есі кетіп, соғысқа несі бар жабысып. Қиылдым қанаты тәтті орманның, әлемде ең сұмдық күн ана үшін, азаматтар майданға аттанған күн, боздап кеп боздағымен қоштасқан күн. Қайғыдан кәрі таулары қап-қара боп, жеткізді жерге дейін қайың басын. Қане балалар, ардагер атамызға қоян қандай сұрақтарыңыз бар?
Соғысты бастағанда қаншада едіңіз? Соғысқа барғанда мен 18 жаста болғам. Шайқасты қай жерде бастадыңыз? Соғысты мен мына Ленинградта, мына орысша айтқанда Путиловский завод жаңағы бронепоезд соқты, отдельный 24-й бронепоезд дейді. Сол бронепоезда служить еттім. Қай жылы оралдыңыз? Мен 49 жылы оралдым, 7 жыл болдым. 1941 жылдың 16 қарашасында немістер Москваға Волоколам бағытында ұрысқа шықты. 1075 атқыштар полкі 4-ші ротасының 2-ші взводы тұрған бекініш жаудың 30 танкісі шабуыл жасады. Взвод жауынгерлері барлығы 28 адам 4 сағатқа созылған ұрыста жаудың 14 танкісін қиратты. Соғыс тарихында асқан ерлікті бейнелейтін бұл шайқаста 18 панфиловшының 23-і қаза тапты. 28-дің 22-сі қазақстандықтар еді. Соғыс жылдары қазақстандық 5 әскери құрамға гвардиялық деген құрметті атақ беріліп, олардың туларына әлденеше ордендер қадалды. Олардың жауынгерлерінің ерлігі аңызға айналды. Соның ішінде атақты панфиловшылар дивизиясы бар. Қап, мұна фашистиктің тікендей қадалып тұрған қарашы, соқыр шектей созылып тұрған ұлағын еттің. Бұйрығыңыз бойынша келіп тұрмын, жолдас генерал. Соғыс, майдан қырғын арпалыс, қылшылдаған аяз, қасарысқан дұшпан, осының барлығына шыдау керек. Тізе бүгіп түк жүргеннен түк тұрып өлген артық емес пе? Шыдаймыз, жеңеміз жауды. Жолдас капитан, сізге батальоныңызбен бірге Москва түбін жаудан азат етуді бұйырамын. Құп болады, жолдас генерал. Қызыл армия Москва түбінде гитлерлік басқыншыларды алғаш рет жеңді. Бұл шайқаста Бауыржан Момышұлы басқарған батальон ерліктің тамаша үлгісін көрсетіп, жауды ойсырата жеңді. Фашистердің Москва түбінде жеңілуі Ұлы Отан соғысындағы түбегейлі бетбұрыс болды. Соғыс кезінде оқ атылмады демесе, ауылдағы тіршіліктің қиындығы майдандағыдан кем болған жоқ. Аналар мен балалар, ақсақалды аталар бәріне төзді. Таңның атысынан күннің батысына дейін ферманың жұмысымен аскерлерге арнап шолық тоқыды. Отанға жаулар қаптады, опасыз жаулар таптады, қасиетті жер үшін, қастерлеп батыр ел үшін, әлия мәншік төлеген жаулардың көзін жойдылар. Ау, не дейсің құлыным? Әкем соғыстан оралды. Енді соғыс бітті. Әкем соғыстан оралды. Далам, жан балам, келдің бе? О, жан анам! Әже, енді менің арманыма жетіп, дәрігер болуыма еш кедергі жоқ.
соғыстарын бүгінгі күнге дейін ұмыттырар емес. Ұлы Отан соғыстың жеңіспен аяқталғанына міне 70 жыл болды. Бірақ сол жылдар жаңғырға адамзат жүрегін әлі сыздатуда. Уақыттың тарихаты өстірушісі бар. 1945 жылдың 30 сәуірінің 6 сағат 30 минутта жеңіс туы тігілді. Ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев. 4 жылға жуық созылған қан төгіс аяқталды. 9 мамыр жеңіс күні. Бірақ бұл жеңіс оңайлықпен келмеді. КСРО-ның 1710 қаласы күл-талқан болды. 70 мыңнан астам село мен деревняны өртеп жіберді. Қаншама ана баласыз, қаншама бала әкесіз қалды. Соғыс даласына 20 миллионнан астам адам қайтқан жоқ. Ал соның ішінде 350 мыңы қазақ болады. Аспанымызда жеңіс туы желбірегеніне 70 жыл, соғыс өрті өшіп, қайғы мұңдан арылып, бейбітшілік орнап, бақыт күлгін тергенде 70 жыл. 70 жыл бейбіт көктем таң атқалы, 70 жыл шуақ күн таратқанын, талай құс содан бері қайта оралды, талай бақ әлеміне қайта оранды. Соғыста өлгендер тек оралмады, тек ұрпақ олар жайлы айтаранды. 70 жыл жауыздықтың ажал оғы біздің елдің үстінен ұшпағалы. ғажап едім, әспеттеп көркем тілмен жазар едім. Болашақ ұрпақ бақыт үшін жайнай бер ұлы отаным қазақ елім. Желбіре көгілдірту көк аспанда, не жетсін жөні келіп жарасқанға. Сен менің құдіретім киімдағы, айбарың айтсын сөзді адасқанға. Мұрат Ардақ, Жайна Астана. Sen
ата-аналар, біздің бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы, қаламыздың құрметті азаматы, Ұлы Отан соғысының ардагері Ескендір ата. Біз сіздермен бүгін кездескенімізге өте қуаныштымыз. Біздің балалар қазіргі мына отырған бақытты, осындай еңселі мектепте сіздердің арқаларыңызда, сіздер сияқты әкелеріміздің, аталарымыздың арқасында бақытты ғұмыр кешуде. Сіздерге мың тағзым, үлкен рахмет. Сізге тілейтініміз зор денсаулық, отбасыңызға амандық, әрқашанда ортамызда жүре беріңіз. Әлі де 90-ның екеуін жасаңыз. Атамыз бүгін 91 жас екен балы. Тағы бір 91 тілейміз. Осыны өткізген 4-ші сынып оқушылары және олардың ата-аналары сізге, біздің кешімізге келгеніңізге үлкен алғысын білдіреді. Және де осы оқушылардың атынан сізге шағын сыйлығымыз бар. Ауыр мен ұстаймын. Үлкен рахмет. Баладар, сендер бақытты болыңдар, жақсы оқыңдар. Мен өзім бала кезімде оқығанда өңкөй, орыс ішінде жалғыз қазақ, мен 5-ке оқып шықтым. Менен солай, сендер де 5-ке оқып, бақытты болыңдар, мен жасымды берсін. Сендерге рахмет. Бақытты берсін сендерге.